Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 138-ші сабағымызды бастаймыз. Есепке айнымалысы бар өрнектер құру. Астероидтар мен құйрықты жұлдыздар. Айнымалысы бар өрнектер құруды және оларды есепті шығару үшін қолдануды үйренесің. Бірінші есеп. Теңдеуді ықшамдау дегеніміз не? Берілген теңдеулердің әрқайсысы үшін ықшамдауды қалай орындауға болатынын айтып бер. Теңдеулерді шеш. 76 көбейтілген x тең болады 38 көбейтілген 50. 38-ді 50-ге көбейтеміз 1900 болады. X табу үшін 1900-ді 76-ға бөлеміз, ол бізде 25-ке тең болады. X соны 25-ті қоямыз, тексереміз, 1900 1900-ге тең болады. Келесі. 12 көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған 9x жақша болған тең болады 480. X-қа 9x-ті қосамыз, ол бізде 10x болады. Одан кейін 12-ні 10-ға көбейтеміз, 120 болады. 120x тең болады 480. X табу үшін 480-ді 120-ға бөлеміз, ол бізде 4-ке тең болады. X соны 4-ті қоямыз, 9 4 36, оған 4 қосқанда 40, 12-ні 40-қа көбейткенде бізде 480. Енді біз мына жерге жазамыз, 480-ге тең болады. Келесі, 456 қосылған 768 қосылған A тең болады 1567 қосылған 765. 1567-ге 765-ті қосқан кезде 2338 шығады. 456-ға 768 қосқанда 1224 шығады. A-ны табу үшін 2332-ден 1224 азайтамыз. 1108 шығады. A-ның орнына 1108-ді қоямыз. Екі жағын есептеген кезде бізде 2332 шығады. 5x қосылған 3x азайтылған 200 тең болады 1000. 5x-қа 3x қосқанда 8x болады. Одан кейін 8x азайтылған 200 тең болады 1000 деп жазып қоямыз. Одан кейін 1000-ға 200-ді қосамыз 1200 болады. X табу үшін 1200-ді 8-ге бөлеміз, 150-ге тең болады. X-ның орнына 150-ді қоямыз. X оны 150-ді қойып, есептеп, көбейтіп, қосып азайтамыз. Сонда бізде 1000-ға тең болады. Есінде сақта, есептердің шешуін санды өрнек түрінде жазуға болады. Оның мәнін есептеп, сен есептің сұрағына жауап бересің. Егер есептің шартында санның орнында әріп тұрса, онда шешуін айнымалысы бар өрнекпен жазуға болады. Екінші есеп, тапсырманың орнында нұсқасы. Бір барқытгүлдің бағасы D теңге, ал бір раушангүлдің бағасы одан 30 теңге артық. Қараңыздар, бір барқытгүл D теңге, бір раушангүл белгісіз, бірақ 30 теңгеге артық дейміз. Олай болса, біздер бір раушангүлдің бағасын табуымыз керек. Одан кейін 5 барқытгүлдің бағасын табуымыз керек. Одан кейін 3 раушангүлдің бағасын табуымыз керек. Енді қараңыздар, 5 барқытгүл мен 3 раушангүлдің бағасын көрсететін айнымалысы бар өрнектер жаз дейді. Қараңыздар, 30 теңге артық, сондықтан D қосқан 30 деп жаздым. Келесі, 5 барқытгүл болса, онда 5 көбейтілген D болады. Одан кейін 3 раушангүл болса, онда D қосқан 30-ды 3-ке көбейтеміз. Енді қараңыздар, 5 барқытгүл, ол 5 көбейтілген D болады, ал 3 раушангүл, ол бізде 3 көбейтілген жақшаның ішінде D қосқан 30 барлығын қосамыз, сонда жалпы құны шығады. Нұсқасы, есепті айнымалысы бар өрнек құрып шығар. Өрнекті ықшамда 2 кг алма мен 6 кг алмұрт сатып алынды. 1 кг алманың бағасы x теңге. 1 кг алмұрт 1 кг алмаға қарағанда 70 теңгеге қымбат. 2 кг алма мен 6 кг алмұрттың құны бірге алғанда қанша теңге болатынын анықта. Егер x тең болады 100 теңге болса, өрнектің мәні қанша болады? 1 кг алма x теңге. 1 кг алмұрт белгісіз, бірақ 70 теңгеге қымбат. Енді біздер 2 кг алма мен 6 кг алмұрттың жалпы құнын табуымыз керек. X бізде 100-ге тең. Берген жаздық, енді шешуін жазамыз. Қараңыздар, бізде деген 2 кг алма және 6 кг алмұрт табуымыз керек. Сондықтан да алма бізде x теңге. Оны 2 кг болғасын 2-ге көбейтеміз. Одан кейін келесі алмұрт болса, ол 70 теңгеге қымбат. Сондықтан оны x қосқан 70 деп жазамыз. 6 кг болғасын 6-ға көбейтеміз. Одан кейін арғай ықшамдаймыз. Оны бізде 2x болады, жазып қоямыз. Жақшаны ашамыз. 6-ны x-қа көбейткенде 6x болады. 6-ны 70-ге көбейткенде 420 болады. Одан кейін 2x-қа 6x-ті қосқанда 8x болады. Қосқан 420 деп жазып қоямыз. Жақсы, өрнек түрінде жаздық, енді x орнына 100-ді қоямыз. 8 көбейтілген 100 800 болады. Оған 420-ны қосқанда 1220 шығады. Жауабы 2 кг алма мен 6 кг алмұрттың құны бірге алғанда 1220 теңге болады. Келесі. Үшінші есеп, тапсырманы орында нұсқасы. Өрнек құр. Кәсіпорын N телескоп шығару үшін 9 миллион теңге жұмсауы тиіс. Жаңартылған технологиядан кейін бір телескоптың бағасы 30 мың теңгеге төмендеді. Жаңартылған технология бойынша бір телескоп әзірлеу үшін кәсіпорын қанша теңге жұмсайтын болды? N тең болады 50, әріптің
мәнін қойып есепте. N телескоп 9 миллион теңге, бір телескоп белгісіз, бірақ 30 мың теңгеге төмендеді дейді. N бізде 50-ге тең. Енді біздер бір телескоптың бағасын табуымыз керек. Ол үшін деген мына 9 миллионды N-ға бөлуіміз керек, оның санына бөлуіміз керек. Және қараңыздар, сол кезде біздер оның бағасын тауып аламыз. Сосын деген 30 мың теңгеге төмендеді деген кезде 30 мыңды азайтып жібереміз. Сонда деген мына жаңартылған технология бойынша оның бағасын білетін боламыз. Енді деген өрнекті құрастырдық. Енді мына N-нің орнына 50-ді қоямыз. 9 миллионды 50-ге бөлгенде 180 мың шығады, одан 30 мың азайтамыз, сонда 150 мың шығады. Жауабы жаңартылған технология бойынша бір телескоп әзірлеу үшін кәсіпорын 150 мың теңге жұмсайтын болды. Келесі ән нұсқасы. Кәсіпорын жаңартылған технология бойынша осы ақшаға қанша бұйым шығара алады? Есептің сұрағына жауап бере алатындай өрнек құр. Жұмсалуы тиіс 9 миллион теңге, бір телескоп 150 мың теңге, жалпы телескоп неше дана? Қанша дана сатып алуға болады? Олай болса, 9 миллионды 150 мыңға бөлеміз. Бұл бізде өрнек та, одан кейін өрнек мән табамыз, ол бізде 60 шығады. Жауабы кәсіпорын жаңартылған технология бойынша 60 бұйым шығара алады. Келесі, бұл нұсқасын орындаймыз. Так. Бізде мынандай өрнек берілген. 138 қосылған m жақшаның ішінде азайтылған 24 өрнегі бойынша есеп құрастыр. Егер m тең болады 58 болса, өрнектің мәні қанша болады? Бір кітап 138 теңге, 138 бет. Екінші кітап, ол бізде m бет деп жазып қоямыз. Одан кейін үшінші кітап белгісіз, бірақ деген мұны екеуін қосқан кезде қанша болса, содан 24 бетке кем дейді. Екеуін бірге алған кезде қанша болса, содан 24 бетке кем дейді. Сондықтан да m бізде 58-ге тең. Біздер қараңыздар, екеуін қосуымыз керек. Себебі екеуін бірге алып тұрмыз ғой, көрдіңіз бе? 138-ге m-ді қосамыз, одан 24 бетке кем дегесін 24-ті азайтамыз. Мінекей, енді деген мына m-нің орнына 58-ді қоюға болады. 138 қосылған 58 ол бізде 196 болады, одан 24-ті азайтамыз, 172 шығады. Жауабы үшінші кітапта 172 бет бар. Төртінші есеп. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке алмастыр. Мысалы, 385 кем x кем 392. Немесе былай оқуға. Мысалы, x 530-дан кем 521-ден артық. Мінекей, қос теңсіздіктің шешімдер жиынын сан аралығында белгіле және шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз дейді. Мысалы, мінекей, қос теңсіздікті жазамыз. Оны біздер жеке екі теңсіздікке жазуымыз керек. Мысалы, оны біздер деген x бізде артық 385 деп жазуға болады, немесе x кем 392-ден жазуға болады. Содан кейін екеуін қиылысу белгісін қойып қоямыз. Одан кейін сызбада көрсетеміз, мінекей 385, 392, соның арасындағы барлық сандарды жазамыз. Енді олардың арасында қандай сандар бар? 385-тен артық сандар олар 386, 387, содан бастап мына 391-ге дейінгі сандарды жазып қоямыз. Келесі, екінші бізде қос теңсіздік бар. Ол жерде бізде x-іміз 521-ден артық дейді, ал x-іміз 530-дан кем болу керек дейді. Осы екі теңсіздікті біздер қиылыстыруымыз керек. Сан аралығында көрсетеміз. Міне 521-ден басып 530-ға дейін дейміз. Одан кейін 521-ден үлкен сан ол бізде 522, осы 523, 524, мына 529-ға дейінгі сандарды жауап ретінде жазып қоямыз. Бесінші есеп. Есептер бойынша өрнек жаз. А нұсқасы. Ғарыш туралы энциклопедияда S бет бар. Әлия кітаптың 8-ден 1 бөлігін оқыды. Оқылмаған неше беті қалды? Болғаны S бет, оқыды белгісіз, бірақ ол 8-ден 1 бөлігі. Енді қалды қанша бет? Біздер мінекей, оқыды, қанша оқыды, соны табу үшін S-ті 8-ге бөлеміз. Не, оқығанын тауып аламыз. S-ті 8-ге бөлеміз. Сосын оны барлығынан азайтып жібереміз. Сол кезде қалғанын таба аламыз. Біздер бұны тек қана осылай өрнек түрінде жаза аламыз, жауабын жаза алмаймыз. Келесі ән нұсқасы. Кітап дүкеніне әрқайсында n кітап бар, 9 қорап әкелінді. Оның 4 қорабы сатылды, сатылмаған неше кітап қалды? Қараңыздар, бізде деген неше кітап қалды деп сұрап жатыр. Көрдіңіз бе? Олай болса жазамыз. Әкелінді n кітаптан 9 қорап. Әр қорапта n кітап бар. Енді сатылды 4 қорап, қалды қанша кітап дейді. Қанша қорап қалды деп тұрған жоқ, қанша кітап қалды дейді. Олай болса, бірінші кітаптың санын табу үшін n-ді 9-ға көбейтеміз. Бұл жерде сатылған табу үшін n-ді 4-ке көбейтеміз. Себебі 4 қорап бар, әрқайсында n кітап болғасын n-ға көбейтеміз. Сонда бұны біздер деген 9n, 4n деп жазаламыз. Оларды азайтқан кезде 5n болады. Сонда қалады 5n-ді кітап. Өрнек түрінде жаздық. Алтыншы есеп. Мәтінді оқы, тапсырманы орында. Қараңыздар, осы мәтінді оқимыз. Осының ішінде былай дейді. Мәтінде қанша әртүрлі сандар кездесті? Мыңнан үлкен сандарды теріп жаз. Оларды кему ретімен қайта көшіріп жаз дейді. Мысалы қараңыздар, мыңнан үлкен сандар жазуымыз керек. Олар мінекей 2017, одан кейін мысалы
129.626, тағы да 2017 деген бар, 47.034, одан кейін 2016 деген сан бар. Бұлардың барлығы мыңнан үлкен сандар. Одан кейін 139.062 деген сан бар, 496.915, 19.000, 1.100.000, 1.900.000 деген сан бар. Тағы да мінекей 2006, одан кейін так. Осы сандардың бәрін жазып қоямыз, мыңнан үлкен сандарды. Енді қараңыздар, бәрін жазып қойдық. Енді оларды кемулятивмен жазуымыз керек. Бірінші ең үлкен ол бізде 1.900.000, одан кейін 1.100.000, одан кейін 739.062 деп осылай кемулятивмен жазып шығамыз. Жетінші есеп. Сызба бойынша санды өрнектер құр және олардың мәнін тап. Мысалы, бұл жерде 100-ді 100-ге 36-ны қосамыз дейді. Жақшыға алып қоямын. Одан кейін 100-ден 36-ны азайтамыз дейді. Енді олардың арасына көбейту қойып, оларды көбейтуіміз керек. Қосқан кезде 136 шықты, азайтқан кезде 64 шықты, көбейткен кезде 8704 шығады. Келесі, мына жерде 25-тің квадратын тап дейді. 25-тің квадратын табамыз, тағы да мына жерде 25-тің квадратын табамыз, сосын арасына қосу қоямыз. Көрдіңіз бе? Қосу қоямыз. Сонда деген оның квадраты 625 болады. 625-ке 625 қосқанда 1250 шығады. 8-ші есеп, есепті шығар. Нұрлан былай деді: алдыңғы күні менің жасым 9-да болатын. Алдағы жылы мен 12-ге толамын. Нұрлан қай күні дүниеге келген? Бұл мына Нұрлан осы сөзді қай кезде айтып тұр? Қай кезде осы сөзді айтып тұр? Ол деген, мысалы айтайық. Мысалы деген 2022 жылдың 1-ші қаңтары күні ол осы айтады. Мен алдыңғы күні мен жасым 9-да болатын деп айтады. Қараңыздар. Қараңыздар. Ол деген 1-ші қаңтар күні айтып тұр. Егер ол кешегі күн болатын болса, ол деген 31-ші желтоқсан болады. Ол кезде ол 10 жаста, ал 30-ші желтоқсанда ол 9 жаста болады. Қараңыздар, сонда 30-ші желтоқсанда 9 жаста болады, ал 31-ші желтоқсанда 10 жасқа толады. Демек, оның туған күні қашан? Туған күні деген мына 31-ші желтоқсан күні болған екен. Көрдіңіз бе? Сонда ол деген кеше емес, алдыңғы күні 9 жаста болған, одан кейін күні 10-ға толған, қазір ол 10-да. Енді қараңыздар. Енді ол қазір 2022 жылда ол деген 31-ші желтоқсан күні, сол жыл аяқтап жатқан кезде ол 11 жасқа толады. Көрдіңіз бе? Ол қазір 1-ші қаңтар күнінде тұр. Енді ол келесі жылы, яғни 2023 жылы ол 31-ші желтоқсанда 12 жасқа толады. Мінекей, ол өзі осындай мәліметтер айтты, оның барлығы орындалды. Олай болса, Нұрлан желтоқсан айының 31-і күні дүниеге келген. 9-ші есеп. Есеп бойынша өрнек жаз. А нұсқасы. Квадрокоптер Z метр секунд жылдамдықпен D метр ұшып өтті. Ұшу уақытын анықта. Қараңыздар, жылдамдығы беріледі, ара қашықтығы беріледі, уақытын табуымыз керек. Уақытын табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлуіміз керек. Сонда деген D метрді Z метр секундқа бөлеміз. Сонда деген D бөлінген Z секунд шығады. Келесі, А нұсқасы. Квадрокоптер B км сағат жылдамдықпен А сағат ұшты. Осы уақыт ішінде ол қандай қашықтықты ұшып өтті? Жылдамдығы берілген, уақыты берілген, ара қашықтық табу үшін көбейтеміз. B км сағатты А сағатқа көбейткенде А көбейтілген B километр шығады. Келесі, Б нұсқасы. Зауыт B квадрокоптер жасады. Оның 24-тен бір бөлігі қызыл, қалғаны көк түсті. Зауыт неше көк түсті квадрокоптер жасады? Мұндағы B дегеніміз ол бізде 8328. Өрнектің мәнін тап. Жазамыз. Жасады B квадрокоптер. Қызыл қанша екені белгісіз, бірақ ол 24-тен бір бөлігі. Көк қанша, бірақ ол білмейміз, оны бізде қалғаны дейді. Енді B неше екені жазылған. Бірінші өрнегімізді құруымыз керек. Мінекей, қызылды табу үшін біздер оны 24-ке бөлуіміз керек. Мінекей, B бөлінген 24 дегеніміз не ол? B бөлінген 24 деген ол қызыл квадрокоптерді. Енді қараңыздар, ал барлығы B. Біздер сонда қалғанын табу үшін біздер барлығынан мына қызылдарды азайтып жіберуіміз керек. Сонда көгі шығады, қалғаны шығады. Енді бұның орнына 8328-ді қоямын. 8328-ді 24-ке бөлген кезде 347 шығады. 8328-ден 347-ні азайтқан кезде 7981 шығады. Жауабы: зауыт 7981 көк түсті квадрокоптер жасады. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.